Біз қазақ халқының ұлы перзенті Абай Құнанбайұлы жайлы әңгімелесеміз. Абай 1845 жылы Шығыс Қазақстандағы Шыңғыстау баурайында дүниеге келген. Шын аты Ибрахим. Әжесі Зере мен анасы Ұлжан оны кішкентайынан Абай деп атап кеткен. Бұл сөздің мағынасы ұқыпты, зерек дегенді білдіреді. Абайдың әкесі Құнанбай елге белгілі, қатал мінезді, бірақ әділ би болған. Ал анасы Ұлжан мейірімді, дана кісі еді. Әжесі Зере ертегі, аңыз әңгімелерді көп айтып, кішкентай Абайдың қиялын оятты. Сол себепті ол жасынан сөзге, өнерге құштар болып өсті. Жас Абай Семейдегі медреседе оқып, кейін орыс мектебінде білім алды. Ол шығыс ақындарында, орыс ғұламаларында оқып, білімге құштар болды. Абай ақын ғана емес, ойшыл, философ, композитор және халықтың тәрбиешісі. Оның 200-ден аса өлеңі, 45 қара сөзі бар. Өлеңдерінде адалдық, еңбек, білімділік, адамгершілік жайлы айтты. Ал қара сөздері халықты ойландыратын ғибратты нақылдар. Сонымен қатар Абай сазгер. Оның көзімнің қарасы, желсіз түнде жарғай, айттым сәлем, қаламқас сияқты әндері халық жүрегінде сақталып келеді. Балалар, Абай бізге білімді бол, еңбек ет, адам бол деген өсиет қалдырды. Сондықтан Абайды тану, өзімізді тану, болашағымызды нұрландыру. Оның мұрасы мәңгілік. Осы күнде жер жүзінде 2000 миллионнан көп артық адам бар. 2 миллион қазақ бар. Біздің қазақтың достығы, дұшпандығы, мақтаны, мақтылығы, мал іздеуі, өнер іздеуі, жұрт